Сгущенка мен чак-чак дайындаймыз. 2 жұмыртқаға шай қасықтың ұшымен аз ғана ас содасын қосып араластырамыз. Илеуіштен өткізілген ұнды қосып, жұмсақ қамыр илеп, пакетке салып тындырып қоямыз. Ұн сеуіп, қамырды жұқалап жаямыз. Қазанға сұйық май құямыз. Май қызғанша қамырды ұзыншалап, одан кейін 4 бұрыштап кесіп шығамыз. Қызған майға қамырды шетінен салып отырып, шанышқымен араластырып, сарғайтып пісіріп аламыз. Қоюландырылған сүт, яғни сгущенканы қосып араластырамыз. Чак-чакты тарелкаға салып, бетіне тағамдық көкнәр сеуіп сәндедім. Жасап көріңіз, ас болсын.